Сәлем достар, мен сіздермен бүгін Google формада қалай тест құра керек екенін көрсетемін. Ол үшін Google формаға кіреміз. Жоғары жағындағы төрт бұрыш нүктеге бассақ, диск шығады. Сол дискті басамыз. Сол кезде бізге терезе ашылады. Новая форманы бассақ, жаңа тест құрайтын терезе ашылады. Сол кезде бізде новая форма деген жаңа терезе ашылады. Бірінші настройкасын түзеп алуымыз керек. Ол жерде тест деген батырма ашық тұру керек. Одан кейін сразу после отправки формы деген кнопкамыз басылып тұру керек. Міне мына осындай көріністе тұру керек. Қайтадан вопросыға кіреміз. Осы кезде новая форманың орнына кез келген өзіміз тақырып жазуға болады. Мысалға, тест тапсырмалары, описаниеға қай пәніңіз жазсаңыз болады. Тест құрайтын пәніңіз жазсаңыз болады. Келесі терезеге барамыз. Ол жерде сынып таңдауға болады. Сыныбыңыз деп жазып, астына мысалға 7-ші А сыныбы, Б сыныбы деп варианттар қылып жазсақ болады. Сіздер сол 7-ші сыныпқа барлық сыныптарға бір тест құрап алып ұсынсаңыздар болады. Мысалға 7-ші А сынып деп жаздық, екіншісіне 7-ші Ә сынып деп жазсақ болады. Жоғары жағында обязательный вопросты ашамыз. Одан кейін один из списка деген таңдаймыз. Осы жерде енді тест құрау үшін біз дайын тестіні ашып аламыз. Енді бірінші сұрақты көшіріп аламыз. Көшіріп вопросы деген жерге апарып вставка жасаймыз, ставить етеміз. Одан кейін варианты деген жерге мына варианттарын көшіріп апарып қоямыз. Обязательный вопросты міндетті түрде басамыз, нүктесін, одан кейін ответы. Ответінің ішінде бізде дұрыс жауабы. Қандай дұрыс жауабы бар, соны қоямыз да, балын қоямыз. 1 балл ма, 2 балл ма. Добавить описание дегенді бассақ, правильный ответ дегенді басып, сохранить жасаймыз, сақтаймыз. Одан кейін готово басамыз. Жоғары жағында один из списка деген таңдаймыз. Келесі жаңа форманы қосу үшін оң жақтағы плюсик батырмасын басамыз. Тағы да сол сияқты сұрағын көшіріп алып қоямыз, вопросы деген жерге. Варианттарын көшіріп алып тағы да қоямыз. Обязательный вопросты кнопкасын жағамыз, ответы. Дұрыс жауабын таңдаймыз, оны өзіміз ғана білеміз, өзімізге ғана көрінеді. Сохранить басамыз, правильный ответ таңдап, балын қоямыз и готово. Енді біз келесі формаға жаңа форма қойып, тест емес, эссені қалай жазуға болатынын көрсетейін. Эссе деп таңдайсыздар. Бұл жерде вариант таңдамаймыз, текст деп таңдаймыз, абзац. Обязательный вопросты басамыз, ответы деген жерге балын жазамыз, таңдап эссенің балы қанша болатын. Дайын бізде. Тағы да жаңа форма ашып, бір емес бірнеше жауабы, дұрыс жауабы бар тестін құрап көреміз. Сұрағын таңдап қойып, жауаптарын алдындағыдай варианттарына көшіріп қоямыз. Обязательные вопросы, ответыға
бірнеше жауаптарын белгілейміз. Мысалы, үш жауап десек, қай жауап дұрыс болады? Бұл дұрыс жауап тек қана өзімізге ғана көрінеді. Один из списка емес, бізде енді несколько из списка деген таңдаймыз. Балын қоямыз. Мысалы, сұрақ дұрыс болса, 3 балл деген сияқты. Давай правильный ответ. Сохранить. Готованы басамыз. Одан кейін жасап болғаннан кейін оқушылардың берген ответтері ответі бөлімінде келіп тұрады. Қанша оқушы қанша балл жинағаны осы ответі деген жерінен көрініп тұрады. Енді ссылкасын біз тарату үшін отправитті басамыз. Ссылканың белгісіне бассақ, астында короткий URL деген бар. Соны бассақ, қысқа ссылка шығады, соны копировать етіп аламыз. Одан кейін ол ссылканы WhatsApp-қа ашып, оқушылардың группасына жібере салсаңыздар да болады. Сол жерден оқушылар өздері ссылканы басып, жауап беріп, ответін өзіңіз көріп отырасыз, кім қанша балға жауап бергенін. Тағы да көптеген әдіс тәсілдер шығатын болады. Лайк басып тіркеліп, комментарийға «я» деп жаза кетіңіз.